күн яхшы болсын достlar. Бүгін біз сізмен Шалгиз Тилекшулунун поэзиясы хакында хабарлаймыз. Ол 15-ші өмірде 16-ші өмірдің басында яшаған адам. Onun hakkında көплөгөн алимдер yazганlar. Ноғай алимлердин айтуына көрө 1420-жыл туған, қазақ алимлердин айтуына көрө 1465-жылларда туған, 15-ші 16-ші өмірдің басына дейін яшаған. Şöyle atıp ketkelley, onun hakkında bizge belgili alim Haşim İmam Zamemuç Sikaliyev, Kazaklarda Muhtar Mağuin, Kabibullah Sıdıkbaev'ten alimler yazganlar. Kabibullah Sıdıkbaev'ten Muhtar Mağuin'in Raskam'ın onun hakkında yazgan zatlarında, monografiyalarında bergen. Soğa göre Şalgiz'in hakkında айтпаға маған еңіл деп ойлаймын, оқыған zatlarımda. Ondan басқалай мен дайымда айтамын, kitapların hakkında neydi siz okunuz okurlar diye ümitpen. Ne dese mine Trepalt'ta da Arda Samanvolna diyen Kaçeva İmperiya Nagaysev diyen kitapta onun hakkında az bolsa da yazады. Ondan başkalay Dagestanda шығарылған Возрождение diyen kitapta bizim ақсақалымыз Ноғай адабиятының Каршекетан Агаспаров Асадалиевич, Елмамбет Асадалиевичтегі история лица деген орысша жазған. Сіз орысшады бегару білесіз. Шалгиз Тилекшулу деген кітап, Возрождение деген кітапта жазады. Оның yazаты ярады, ол жазады мұнда. Қайтып сізді міне қайтып орыстар Пушкинсіз болмайды адабият десе, еді қазақлар поэт Абайдың ақында болмаса болмайды, литературамыз болмайды десе, өзбеклер Науайдың ақында, татарлар Тоқайдың ақында сөйтіп айтадылар. Грузинлер Шото Руцевалиді ақында айтады. Егер біз Ноғай поэзияды, Ноғай халықтың ақында айтсақ, Ноғай адабият ақында айтсақ, елбетте біз Шалгиз Тилекшулу деген поэтсіз адабиятымыз жоқ деп айтпақ боламыз. Нар өтіп yazған. Сізге сол библиотекаларда бар болар. Оқушыларға аңлама болайық сол затты. Енді Шалгиз Тилекшулу деп айтамын, Тиленші деп ұлы деп айтпаға, мен ойлаймын, ол Тиленші ұлы деп айтылмаған деп. Неге десе, ол ярладым болмағанда, ол сол затлардың асыл тұқымлардың сырасына кірген. Сол Шалгиз Тилекшулу. Айтылған Шалгиз Тилекшулунун атасының аты солай болған деп ойлаймын, Тилекші деп. Тилекші деген благожелатель деген орыслай благожелатель, благоденствующий деген мәнеде айтылады. Соға көрі ол сол бай адамдардың әулеті болған деп ойлаймын.
атын шал кезден не үшін айтылғаны, ол шал деген заты мәнесі ноғайда шал деген, шал деген сөздер не заттың мәнесі айтылатын. Шал деген ол міне заттарды, құрықларды, пішілған ағашты илғамын, суымын иверу. Сплавлять лесен, орыстар айтқанлай. Шал деген екінші мәнесі, шал деген плот деген мәнде. Затта құрықларды байрап, суда yüzбеге зат ясайдылар. Білесіздер сол зат. Сондан кеткен деп айтадылар. Оның аты шал кезден. Ол кімнің ол қатын кетіп бара тұрған болған, байымын сол салдың үстінде киіз төселген болған. Ол шал деген мәнеде, ол орысша айтқанда серый деген мәнеде аңлатады, түсі аңлады. Сол көрі шал киіз деп айтылған аты деп. Өзінің шынтатын біз білмейміз. Сол көрі сол заманда 3 ай болған заманда шал киіз сол кішке сәби заманда анасынан айырылған, анасы өледі. Ол білмеймін, атасының ақында зат айтылмайды. Анасы Ноғай Ордада би Мұсадың тайпасынан болған, тұқымынан болған екені белгілі. Оны тергеушілердің айтуына көре қайбір елларда ол сол Мұса бидің тұқымын әлімлерімен бір шей ашаған, Орақ Мамайдың бір шей ашаған деп айтадылар қазақ тергеушілер шал кездің ақында. Бәрі затты да оның ақында айтып болмақпыз бәрі затты. Солай беке болған деп. Өз заманда Василий Васильевич Радловтен алдында айттық біз оның ақында. Сол фольклорист өз заманда ноғайлардан жазып алған шал кезден товарықты, сказание. Соның ақында отсоға таянып қазақ әлім түрколог Мұхтар Магуин yazады шал кездің анасы Мұса бидің тайпасынан деп. Мұса би деген ол Ноғай Ордадың биі болған. Ұятыларында шал кез жазады Темір бидің ақында. Темір биден солда заттың кімнің тайпасынан Мұса бидің баслап Қасым деген хан, Астархан ханның беклері бегі болған. Олай деген әлгім сөзбен айтсаңында премьер-министр дей әдем. Ол Қасым ханның, Астархан ханлығының Қасым ханның янында, орынсан Қасым ханның янында болған белгілі әдем. Өзінің заманында Ордады көтеру үшін яғни ақтан көп затлар еткен әдем сол Темір би. Сол көрі өзінің бір ятауларында деп айтады, Темірді мақтайды.
Темірге екі керен yazған сказы деп бар, орыстарда банете толғау дейді бізде. Темірхан Меккеге бараяқ болады хаджыға. Сонда бірінші толғау бар, Темірханның Меккеге баруының ақында екінші толғау бар. Сіз оны міне кітаплерді таппа боласыз. Ноғай антологиясы де шыққан Махашқалада да мұнда жоқ, міне Черкесте шыққан кітаплерде бар. Сонда онdan da айтымда сол возрождение деген затта кімнің әрі жазады, ол орысша жазады, кім bizim ағайымыз Ақсақал Гаспаров Елмамбет Асанәлиевич әрі жазған, ол міне популярный орысша айтқан заманда исторический сол рубрикада өкінішке зәтеткелер уақыт баспалалар сонда айтады, темір еді биіміз, теңіз еді халқымыз, темірлерге қалғанда жоқ болар біздің жұртымыз. Ноғайдың ақында Шалгизде айтады. Ол сол затпен байланысты. Шалгиз темірге айтады, темірдің янында маслахатшысы болған, придворный поэт деп жазады оны Трепавлов. Маған көре ол придворный поэт болмаған. Ол үйтіп айтпай ярамайды, неге десе ол, біз айтамыз да Пушкинді камер юнкер болған зат патшатын. Придворный поэттен ол мәнеде айтылады, тек ол темірдің көзін айтатан болған. Темірге айтады, сен қажыға барма дейді, сен өзің халқыңа қолыңдан келген көмектет дейді. От сағап, сон үшін сауаплық болар дейді. Ол сол өзінің тура айтадан сөзіне көрі Шалгиз көп қиынлық көреді. Темір бидің янда ару яшаған болса, темір биден соң темір бидің ұлылары келеді. Солардың бірісі Әзіке Мансур деген. Сол Әзіке Мансурман яуласып, басқа ерлерге кетеді. Ноғайлар яшатай басқа ерлерге кетеді Шалгиз. Сонда айтады, темір еді биіміз дейді, теңіз еді халқымыз, темірлерге қалғанда дейді, атасы анасын кім білмейді аналар қалғанда, Абдырар Құсай біздің ноғай юртымызден ятлауында айтады ол. Сонымен бірге біз ноғай поэті Шалгиздің яшауында ол қайырлерде жүргенін, қайырлерде яшаған сол затларды мен көремінден ятлауында көреміз. Неге сонда айтылады. Ауыз ашып басыл сөзді айтқанда арапта ол ноғай кітап өзімен дейді. Алдалықтың арғымағын атқанда ақиқаттың аманаты өзіммен дейді. Мұнда ол өзі мұсылман білімін алған болса да, солда мен ойлаймын ол өзінің бұрынғы ата-бабалары қыпшақлардың дініне ушатқан болса, яратқан болса әрі деп ойлаймын. Тәңірге не десе, оның тәңір деген сөзі, тәңір деген ол алдыңғы бұрынғы ноғайлардың, қыпшақлардың діні, ол тәңіршілікке яқын адам болған деп ойлаймын. Сол көрі, сол пайғамбардың басына айтқаны зат дегені, ауыз ашып сөз айтқанда арап туылдағы кітап өзімен деген, ол арап туыл, мен жазғылым арап заттар ту, ноғайдың сөзі деген мәнеді білдіретін байланысты.
Ondan soң айтты, сол онда архаизмдер көп. Міне біздің ноғай тілден, адабияттан оқытушыларға сол архаизмдердің үстінде іштеу керек. Абаданлы асыл ердің баласы ардақланған, ата үртін толтырылған. Сонда білу керек сізге. Абаданлы, ардақланған ден езеттің ақында екен. Оны міне яңыларда шығарылған ноғайша орысша сөздікті бек ару берілген сөздер. Оның қайырде үргелері Кавказда болған, ол Қырымда болған, бар еректі айланған десе ол қуғынлықта болады да, Хажыкейде, сол Азыка Мансур келген заманда, мен темірдің заманында дейді, ат мінген едім дейді, Азыка Мансурдың заманында мен бұғағы мініп dey бұламығыштым дейді. Сөздің мәнесін айтамын. Сол затты біз алдын бір елларда шығатаған еді, Половецкая луна деген журнал. Әне сонда өзі ол ноғай шалгиз біздің ерауды сурет ясағалар. Суретші Сапар Утемисовтен әдем ясаған, сол бекару ясаған, оның қайда, білмеймін, қазаққа ұқсайды деп айтадылар, білмеймін кімге ұқсатаған, суреті сол шалгиздің қылған. Оның соң көп зат білме болақсында қайсқа керайшке пісті, мен сөйлі айттым да, Ашым Имам Маземович Сикалиевтің кітабы. Мен едесі сіздің не үшін көрсетемін кітаптыларды бөтенде оқушыларға, оқытушыларға, мен сүйемін сізді, соның ішінден заттарды алып оқығаныңызды, соны балаларға аңлатқаныңызды. Мен сол үшін көрсетемін, ялқып ерігіп көрсетпеймін. Сол кітаптарды көрсетпеу керек деп ойлаймын. Білмеймін. Егер біз айтсақ, бірінші керен шалгиздің қай заманда қағытқа түсіріліп жазылған ақын айтсақ, ол 19-шы yüzyılдықтың екінші яртысында оның қағытқа жазылған ятлауларын тапқанлар. Ол сол зат деген қолжазбада қазақ ятлаулары хиссалары деген затта табылғанлар. Онан соң сол шалгиздің ятлаулары араб графикасымен, араб әріптерімен жазылған, бір табақлар бетлер ертіліп алынған. Ол заттарды табады башкирлер археологиялық экспедиция болған заманда 1970 жыл Башкир асырдың Чинлинский районында Ар деген деревнядан табадылар. Татар башкирт адамдар жашаған тетрат табады. Сол тетратта араб жазуларымен шалгиздің тағы да бірнеше поэтлеріміздің, ноғай поэтлердің ятлаулары болғанлар. Солда, соның бетінде деп жазылады. 1874 жыл февральдың 18-інде
Дәулет Мырза Сүйініш-ұлы Зади деген адамның тептері екені жазылды. Ол кім екенін білмейміз. Ал енді онда тағы да бір жазу бар. Печатта бар, қолтамға да салынған. Ибрагим Дәулетов Шейхали деген бір. Біз білеміз Шейхалиевтен bir оқымысты адам, құмық адам yazған. Соның тептері Башкирияға барып қалған ма, басқа біз білмейміз. Біз білмейміз оның несі болған. Сол тептерде Досманбет, Қазсуған, Шалгейіз, сондай басқа поэтлердің ятаулары, солай оқ эпикалық Ноғай ерлар, Орақ, Мамай, Әділ Сұлтан деген ерлар бар. Оны қарау керек. Біздің әлімлерге, мен бердім балаларға айтам, егер бар болса, сондай зат келекті, сондай затларының кәршегіңіз, ол затты барып қарама болайық, сол зат сақланады. Башкирияның затында библиотекаларын тап болайық сол затларды. 1840-1904 жылларда яшаған құмық әлімі Магомед Османов деген 1880 жыл Санкт-Петербургта Ногайский Кумыкский тексті деген иінтік шығарады. Сол иінтікқа Ноғай құмық ерлары кіргізілгендер. Сонда Уфада табылған қолжазбада ерларды yolғадылар. Ал енді сол біз айтатын Уфада табылған қолжазбадан алған ма, еді сол қолжазбадан кім жазылып алғанлар ма белгісіз, кімнен алғаны белгісіз. Сол затларда көп Шалгиздің затларын табадылар. Аспанды бұлт құсайды, Ажақам, сен Мансұр ұлы тоқысаға деген бар затларды қызмет, Бейтемір деген, басқа. Біз білетан, білметан ерлер табылады Шалгиздің. Шалгиздің біздің айтатанымыз, біз айтамыз, деп бізде көп қышқылық саладылар. Шалгизді біз қазақлар деп айта, қазақлардың заты, қазақлардың поэтлер деп жазады деп. Егер біз тергеулерді қарасақ, Санкт-Петербургта 1896 жыл Радлов деген Василий Васильевич Радлов шығарады образцы народной литературы северных турецких племен деп. Соның екінші кесегінде 211 бетінде 224-26 бетлерінде Магомед Османовтан алынған, Магомед Османовтың иінтігінен алынған ятлаулар көшіріліп, орыс тіліне де көшіріліп беріледі. Сол 73 жыл өткеннен сондан соң Ашим Имам Мазимович Шейхалиев Ленин жол газетасында 6 сентябрь 1964 жыл 107 нөмірінде япырағы ясыл ала байтерек деген ятлауды баспалайды. Оның тергеуімен баспалады. Егер Радловтың кітабында сол 6 сыдыралы ятлау болған болса, Ашим Имам Маземович баспалаған ятлауда сол 20 сыдыра болып, бәрісі толысынша берілген. Сондан басқалай
Айтқан заманда көп адамдар, татарлар, қазақтар 19-20 өмірлерде, yüzyıllıklarda Қазан қалада шығарған Яқшы егіт деген 1908 жыл, Ақын деген 1913 жыл, Шайыр деген Оренбургта шыққан 1912 жылдарда шо Битемірге айтқаны, Битемірдің қажыға yollan ettirganda айтқан yılları деген Шалгездің yılları толы варианттарда баспаланылар. Сейфуллин деген yazушы yazады, Сәкен Сейфуллин деп қазақлы yazушы yazады. Радлов жинап баспалаған Ноғай Орданың ескі әдебиетінде хабарланатын yılları дейді. Бәрі де әлгі қазақ атақлы ел әдебиетінің ескі ауыздың әдебиетін бар екен, ескі әдебиетіміз бар екен білеміз дейді. Ол айтпайды да, қазақтықы Ноғайды да бөлмейді. Онан соң Абдулла Маштақ деген қазақ ерауы өзінің түп тамыры Ноғайлы Қояс руынан, ола міне айтылатан Қоясыл деп ауыл барды. О совет заманында бүтіп айтатан еділер. Онда дейді, Қоясыл деген ауылдың аты дейді, мен оқығанмын бір ілмі құлықта. Қоясыл деген ауылдың аты асыл қойлар өстірген үшін соның үшін айтылған. Оказывается, ол айтылды екен. Қоясыл деген ру болған, род Ноғайларда, қазақтарда. Сол Қоясыл деген ру көбісінше Ноғайлардың байланысты ру болған. Ноғайлардан шыққан, бұлай айтқан заманда. Сол көрі сол белгілі қазақ ерау айтады. Ол Шалгезде сол Қоясыл рудан шыққан деп айтады. Біз оны білмейміз кімнен. Ал сол заттың ақында көп заттар бар айтылған. Сол бұл онан соң Жанибековті Шейхалиев Секалиевтен алдын, Шейхалиевтен алдын Ноғай әдебиетін Абдулхамид Шашенбиев Жанибековтен білесіз. Он міне яңларда 4 томлы заты сөз қазасы деген кітабы шықты. Сонда да сол затларды таппа болақсыз Шалгездің ақында. Мен онда көбеятларын оқымаймын. Білет азатларымды айтамын. Сонда айтылады. Сол айттықта сол Темір биге айтады. Темір еді ханымыз, темір теңіз еді халқымыз, темірлерге қалғанда теңсілер ауырына қойдыртымыз дейді. Ажеке сен Мансұр Тоқысұлы Темір Мансұрдың ұлы еді дейді. Солында айтады. Темір ханның ұлы сен дейді. Нетпе сөйтіп халықты өңкітесін енді айтады. Олар ондан басқалай 1852 жылда Невольцин әлімнің язбарларында очерки Волжского князовья Санкт-Петербургта шыққан затта, сонда қарағанда, ол кітап қарағанда, Едігеді мырзаның аталған екі ұлы болған. Бірісі Нұрадин, екіншісі Мансұр. Битемір деген Мансұрдың ұлы болып шығады. Сөйлі айтты, ол Шалгез кімнің Мансұрдың янында маслахатшысы ерауы болып тұрған деп. Сол айтақларды біздің затты. Сонда өзінің халқы үшін ян ауырған Шалгез әлбетте ол көп халқылармен дәлескен. Оның Қабартты, Кавказда болып Қабартты шеркешлермен әлескен ақында Секалиев yazған
басқа халық қазақтардың арасында да жүрген ол заманда. Сонда құжырзат бар. Ал енді құжырзаты сол. Оның поэзиясы еркелемeye басқа поэтлерге ықтияр береді. О башқұртлерде білесіз, Салават Юлаев деген поэт болған, белгілі поэт, өзі бәтір. Ал сол Салават Юлаев деген поэт Шалгездің ятлауына еркілеп язады. Ала құжырзат. Ялт-пұлт еткен япалақ дейді. Yazmışta kimge yoldaş bulmagan. Bütege ulan buz yalap, bütege ulap buz yalap kimge tüşük bolmagan. Yağasına hoş oyalap dedi. Yangından sebep şirkey bağlap erigittin basqayda kalma. Tau Şalgiz'in zatları. Başkırt poeziyasından kitaptan aldım ben. Sonra 84-cü бетте Уфада шыққан. Ondan басқалай қазақ ерлары деген циклы бар. Қазақ деген о әлгі қазақтардағында айтпайды. Қазақ деген о еркін яшайтан адам, өзінің ықтиярын яшайтан адам. Сондай мәнеде айтылы. Сол қазақ ерлар деген циклы бар айтылау. Сонда міне бізге әлі айтайын. Siz bilesiz, söyle aytıp kettik, Salavat Yullayev zat etken dep, erkelep yazgan dep. Ol köp noğalardın köp zatlarında bar, sol zatlar. Şalgiz'in zatları köp басқа қазақ иравларды kullanırdılar. Айтқан ойларым солай yok. Қазақ ирлар деген сиклдан ятауларын onun kullanırdılar bizim zatlарды. Құмық поэті болған, естіген болар Ерші Қазақ деп. Ол сон Ерші Қазақтың заты бар. Мұса Құрманалиев көшірген ятлау бар. Асқар тау сенен биік тау болмас, ана еділ сенен ұлы су болмас, арғымақ сенен үйрік ат болмас, аталық сенен яқшы зат болмас. Асқар таудың биіктігінде болсын, төбесінен балапан торға ұшқан соң, ана ділдің ұлылығында не болсын дей, үстінде саусақ бұлттар қатқан соң, арғымақтың арылығы не болсын дей, аласаға yolын беріп ятқан соң дейді. Асылвердің баласын не болсын дейді, ішкі ерде көрініп, екі білегі түріліп, тәсіні тізбігіп, сен саулықтап атқан соң. Енді қарайық, сол ятлаудың мәнесін қайтып айтылады Шалгезде. Шалгезде айтылады, солық мәне Шалгезде айтылады. Міне қара, сол ятлауда. Оның бірнеше варианты бар. Асқар тау сенен несін көрейім, басыңа балапан торға шырылдап еткен соң, бауырыңдан қарсақ түзен ақым сазып өткен соң, ата-ана сенен несін көрейім, алты ұлдың бір яман бір яқшы болған соң, ағаншық сенен несін көрейім, 6 ай түзде үрген соң, арғымақ сенен несін көрейім, яманлар яйдақ мінген соң, ақ көбе сенен несін көрейім, Алладан ажел оғы келген соң, қара ер сенен несін көрейім, Құдай емарт өзіме тәттілік берген соң. Мынада бірнеше варианты бар. Сол қазақ ерлардың қайтып біз өктемсіме тиісіміз оғырлайды деп
сол қазақтардың, құмықлардың белгілі ақынлары біздің шалкездің аталарын өплейді деп айтамыз. Ұрлайды деп айтпаймыз. Ол өплейді. Мәнесі сол кепті бар. Сол ұлы поэт, тағы да бір керін айтамын, біз сондай ұлы поэтіміз бола тұрып, соны үйренмеге, өзіміз білмеге, танымаға сүймейміз. Сүймейміз, біз сүйетан да болармыз, шалыспаймыз. Шалысымыз жоқ. Не десе, біз шалысатан болсақ, сол затқа біз білегедік ноғай тілімізді, ноғай адабиятымызды. Көресіз бе, қазақлардың ераларында, поэзиясының яттылағыларында, ерларында, құмықлардың белгілі ерауының ятлауларында оның сесі, шалкездің сесі естіледі, соның мәнесі Незеттің ақында айтадан ойлары бар. Біз өзіміз ішімізге сіңдіріп болмаймыз. Ол да дұрыс деп ойлаймын. Ол затты түзетпеу керек. Сол затты түзетуде біздің ямағатымыз, біздің адабият әрекетшілеріміз, біздің мектеплер, біздің ноғай тілді адабиятты үйреткен оқытушылар алды сырады болмарық. Сонымен байланысты айтам. Мен белкі біраз дұрыс айтпайтам боларым. Маға көрі деп ойлаймын. Сол әлі сау адамларды мен сөyle айтып кеттім. Елмамбет Асаналиевич Ағаспаровты, басқа bizim ясикөлерді білеталар адамдар көп бар. Бөтенді міне есі адамдар арасында. Сол затлардың ақында білетен адамдар көп бар. Соларды шақырып, олар өздерінің маслихаттарын берсін, кеңесін берсін балаларға. Тілді үйретпеге, тілді бағалама, bizim адабиятты бағалама, балаларға ярдам болайық. Оқытушыларға да, оқуға да, ноғай тілді армағанда, орысша айтқан заманда пропагандалау үшін. Сол библиотека құлықшыларына да сол құлықты үйретпеу керек деп ойлаймын. Ауылларда, бөтен де ауылларда. Әлі сол затты басқа амаллар да бар сол етпе. Сол үшін шалкездің ақында көп зат айтпай ойлайдық, ол да сол шалкезбен байланысты өзім білетін затларды айттым, мен білмейтін затларды енді басқалар қосарлар деп ойлаймын. Мен айтатаным, мен сізге әрдайымды сол кітапларды көрсетатаным, сіз сол мұтпаңыз, оқымарек деймін, оқымарек, сол затларды оқымарек, таппарек. Bizim kitapxanalarda, olay deyin bibliotekalarda бар, сол затлар кітапты ерінмей, таппа, оқымаға, сол жазбаға, сол ілмі құлықлар жазбаға болайық, сол шалкездің ақында. Оның ақында көп материалдар бар. Орыс жазушылары да бар, ноғай жазушылары да бар, қазақтарда да бар, башқұртlarda да бар, татарларда да бар, құмықларда да бар. Сол затты бірлестіріп, әрі ілмі құлық жазба болақ. Оны етпейділер. Менің айтатаным, шалкездің ақында тағы бір қайтаралап айтам. Шалкездің ақында сол Секалиев, Шейхалиев, İmam Mazemовичтің Нагайский героический эпостар кітабында, әлбетте Жанибек Өттің сөз қазынасында сол Возрождение деген кітапты айттым да, Ағаспаровтың кішкі статьясында басқа көптеген
интықларда таппа боле қол. Менде көплөгөнлөр бар еді, олардың түрлерін сабы. Міне сол затты айтық сізге бүгін біраз көпзаттар айтпа болеғады, сол шалгиздің ақында. Бұл керек затларды еткістік деп ойлаймыз. Сонан bizim поэтлерге, bizim ноғай поэтлерге шалгизден көп зат үйренме болайық. Мысалға, оның бір ятлауында қыздың сұлулығын көрсеткен заманда ол аттың көзімен теңлейді. Мынадай сытыралар бар сол ятлауда. Түнегі сүйкен тойға барғанда қарадым да дейді, алай яным яр көрдім дейді. Түнегі сүйкен тойға барғанда алшымылдық алай яным құрулы, алшымылдық алай яным ішінде ат көзінде әрі көзіл тұрулы. Оны аттың көзін көрмеген адам аңлап болмайды. Аттың көзін көргенсің сен, аттың көзі ол бек ыспайы. Сол аттың көзімен шалгиз тілекшілігі қыздың ярасықлығын, сұлулығын көрсетеді. Ол текі міне көшпелі халықта болма олақ. Оны басқа халықты yazып болмайды. Ат көзінде ару көзел тұрылуден, ол ондай бүгінгі поэтлерінде, bizim поэтлерде де жоқ, басқа поэтлерде. Ол тек шалгиз айтып болады, соны көшпелі халықтың баласы, ол оны аңлап, соны аңлап болайық тек сол көшпелі халықлар, қазақлар, басқалар алдың бұрынғы заманда көшпелі халықлар. Сондай теңдестіру бар. Көп, онан соң бар әне. Ол өзі біраз, мен суретті көрсетуім, ол біраз әрзекер әдем болған. Ол сондай бір ятлауында yazады. Нау бұға мінгенді, бұға мініп жүрген zaman, бұлғам шыққан zaman, Азыка Мансурдың zaman көрсетеді. Науда өзі бір ол арзекер әдем болған сол шалгиз. Нау сол суретті көрсеткені сол арзекерлігін, сол суретті міне художник айтымда Сапар Өтемисов бекар өтіп суретледі. Сол затта соның затларында біз білмей керекпіз. Ол затты белгілі зат бар. Түнегісі сол затты оғайыма шығардым пайдыр деп, теңіздерге кірген едім сайдыр деп, доңыз етін қапқан едім майдыр деп, туби еді еққан едім тайдыр деп, оғайыма шығардым пайдыр деп. Ол қайда жүрсе де өз халқын ұтпаған. Бір мен көремін ден ятлауында айтады ол. Айтады. Асқар тауға арамай мініп қарасам, ақ еділін ақ елкенін көремін дейді. Ақ еділден ақ теңізге yol алсам, алдым шығып аралын оймарайды, аралдың янда яшайтан ойлар дейді, теңіздің янда. Алдаспан ары тастап қол тұтып, алдаспаннен екі ақылы, екі яғда кеседен қылыш, екі яғда. Алдаспанын ары тастап дейді, ошым қылышын тастап, қол алып де аққованнан ары хабар сұрай. Қарап көресіз бұл қайдай. Асқар тауден Эльбрус тауы, қобан су, еділ, яйық,
ак Арал теңизи кайды бар бул жерлерде бар жерде айланган поэт. Biz bugün ойлаймыз өзіміздің 21 ömürde yaşayan akılımızбен biz ойлаймыз ноғай ден бұрын заманда не көрген, ноғай дүнияда көрген, саулы дүнияда айланған, сол поэтлер де бәтірлер де. Biz олтырамыз 4 мүйісті ойлаймыз, бардатты да білеміз деп, өйтіп конечно ол дұрыс сол мен айтқанда, но біз айтамыз, но бізде көрмейміз де көбісінше 4 мүйісті олтырамыз ана телевизордың монитордың алдында. Ойлаймыз завлодны. Bizim ата-бабаларымыз дүниеде көп көргенлер, бізден көп білгенлер, көп адамдармен әлдескенлер. Сол үшін даже сол bizim бұрынғы поэзияды білмей керек деп ойлаймын. Неге десе, олардың айтқан ақыллы ойлары, олар бүгінде өзінің мәнесін, югін, сон терең ақылын йоймаған. Мен айтатаным сол, сау болыңыз,